Баршаңызға сәлем. Мен бүгін осындай үй жағдайында жасалынатын керемет сушидің рецептімен сіздермен бөліскім келіп тұр. Сондықтан менің видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Енді мұнда ары қарай маған 1 кесе күріш керек болады. 1 кесе күрішімді 5-6 рет жақсылап жуып алып, осылай табама салып, үстінен дәл сол кесемен 2 кесе суымды құйып, күріштің бетін жауып, кішкене бір қайнағанша қойып қоямын. Енді қайнағаннан кейін жарты чайный ложкамен тұзымды салып, және үлкен столовый ложкамен осындай сұйық майымды құямын. Және кішкене араластырып, тағы да бетін жауып, ары қарай 15 минут ең жай отта пісіретін боламын. 15 минутта менің күрішім дайын болады. Енді мен осы күрішке арналған заготовканы жасаймын. Ол үшін маған яблочный уксус керек болады, 6%-тік. Мұны 27 грамм алдым. Міндетті түрде яблочный уксус 6%-тік алыңыздар. Ары қарай 20 грамм қантымды салып, заготовканы осылай жақсылап қант ергенше араластырып, мұны мен дайын болған күрішімнің бетіне құямын. Және де тағы да жақсылап араластырып, күрішімді шетке қойып қоямын. Енді маған начинкасына осындай 2 қияр және 10 шақты краб таяқшалары керек болады. Краб таяқшаларын осылай 3-ке соломка қылып турап аламын. Краб таяқшаларым дайын болды. Енді қиярымды тураймын. Қияр дәл ортасынан бөліп, осылай қиярын маған тек қана қатты жерін алатын боламыз. Жұмсақ жері керек емес, оны алып тастаймыз. Ары қарай дәл солай қатты жерін осындай ұзынша соломка қылып турап, жұмсақ жерін алып тастайтын боламыз. Және бізге осындай творожный сыр керек болады. Творожный сыр менде Кохланд, сіздер кез келген алсаңыздар болады. Және осындай циновка керек. Сыртын мен осындай салафанмен қаптадым. Және осындай нори жапырақ керек болады. Кез келген дүкеннен алсаңыздар болады. Және су керек. Енді дайын күрішімді осы нори жапырағының бетіне барлық жеріне толықтай орналастырып шығамын. Және шет-шеттерін кішкене ғана ашып қоямын нори жапырағының. Ары қарай творожный сырымды осындай кондитерлік мешокқа салсаңыздар болады болса. Осылай салып, екінші қиярымды салам. Және үшінші краб таяқшаларын орналастырамын. Және осылай бір-біріне кигізіп рулет тәрізді қылып ораймын. Ары қарай норидің ашық жеріне, ашық қалдырған жеріме суымды жағып, бір-біріне біріктіремін. Және дәл солай екінші нори жапырағын алып бетіне күрішімді орналастырамын. Шет-шетін ашық қалдырамын жабыстыру үшін. Творожный сырымды, қиярды және краб таяқшаларын салып, суымды жағып, дәл осылай бір-біріне рулет тәрізді қылып орайтын боламын. Мұны тағы да көрсетіп кетейін. Үшінші нори жапырағымның бетіне күрішімді орналастырдым. Творожный сырды, қиярды және краб таяқшаларын орналастырып, бір-біріне осылай жабыстыратын боламын рулет тәрізді қылып. Сонымен соңғы төртінші нори жапырағының бетіне күрішті салып, ары қарай қияр, краб таяқшаларын салып, шетіне су жағып, мұны біріктіретін болам барлығын. Сіздер кез келген начинка алсаңыздар болады. Менде бүгін қияр мен краб. Мұны менде осындай 4 рулет суши шықты. Мұны пышағымды жақсылап сумен сулап аламын. Суға батырып, суламасаңыздар күріштеріңіз жабысатын болады пышақтарыңызға. Суласаңыздар осылай жақсы кесілетін болады. Мұны мен өзіме керекті формадағы сушидің формасын келтіріп кесіп алдым. Сіздер өздеріңізге керек формада кесіп аласыздар. Дәмі өте ерекше, өте дәмді болып шығады. Үй ішіңіздегі барлық адамдарға ұнайды. Сондықтан міндетті түрде менің рецептімен жасап көріңіздер. Мұны менде осындай 2 тарелка суши шықты. Менің бағанағы кішкентай ғана затымнан сіздер кез келген начинка ала аласыздар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.